балалар. Апайлармен, келген қонақтармен амандасып аламыз. Өте жақсы. Ендеше барлығымыз балалар экранға назар аударайық. Сәлем балалар, мен Семгүлмін. Мен жерден өсіп күнге қарап күлімдеймін. Мынау менің тамырым, жер астынан сумен қорек ішемін. Мынау менің сабағым, мені тік ұстап күнге жеткізеді. Мынау менің жапырақтарым ауаны тазартып, тыныс алуға көмектеседі. Мен күнді жақсы көремін, жаңбырды жақсы көремін, ал табиғатты жақсы көретін балаларды ерекше жақсы көремін. Сондықтан мен сендерге бүгін қызықты тапсырмалар әкелдім. Кім гүлдер туралы көп білгісі келеді? Кім менімен бірге ойнап үйренгісі келеді? Ой, жарайсыздар балалар. Біздер экраннан нені көрдік? Немен таныстық? Гүлмен таныстық. Ендеше балалар, бүгінгі ашық іс әрекетіміздің тақырыбы әсем гүлдер деп аталады. Ендеше барлығымыз балалар бүгін гүлдермен танысатын боламыз. Балалар, ендеше біздер бүгін бөлме гүлдермен танысайық. Әдемі әсем гүлдермен танысатын боламыз, е? Мына гүлдің аты балалар бамбук бақты деген гүл екен балалар. Біздерге бұл гүл ауаларды тазартады екен. Ауадағы шаңның барлығын сорып, біздерге таза ауа сыйлайды екен, е балалар? Түсіндік қой. Ал мына гүл балалар әйел бақыты деген гүл екен. Біздерге әрқашанда тек қана жақсылық сыйлап тұрады екен. Ауаны тазартып қана қоймай, тек қана бізге әдемі көңіл күй сыйлап тұрады екен, е балалар? Өте жақсы. Балалар, бөлме гүлдеріне балалар не керек екен? Не керек екен? Топырақ керек екен, е? Содан кейін су керек екен, дұрыс айтасың. Сосын не керек екен? Күннің көзі керек екен, өте жақсы. Ендеше балалар, біздер гүлдерді баптап, күтіп, шаңын сүртсек, біздің бөлмеміздің ауасын тазартады екен, е балалар? Ендеше барлығымыз қолымызға алып, тряпканы алып, гүлдің шаңын сүртіп, су құяйық, бөлмеміздің ауасын тазартып, әдемі қылып жайнатып жіберсін. Қане балалар, гүлдің шаңын сүртіп, су құямыз. Сен су құясың, шаңын сүртіп болғасын, е? Суын құяуы. Тазарып жатыр ма балалар? Әдемі болды ма? Жайқалып әдемі болып кетті ма? Өте жақсы жарайсыздар. Ендеше суын себе қойыңдар. Әдемі болып себерсін әрі қарай. Сен алып қоя ғой. Өте балалар, суретке назар аударамыз, е? Ненің суретін көріп тұрсыңдар? Нелер мынау? Тек қана жапырақтары мен сабақтары бар екен, е? Ендеше балалар, қазір біздер су бүркегішпен осылай су бүркейміз. Қараңыздар, нелер пайда болды? Гүлдер ашыла бастады, е? Түсі қандай? Қызыл. Әдемі ма балалар? Су бүркіп көріңіздер. Қандай гүл ашылады? Сіздердің түстерін сұрайтын болам. Жайлап кішкентай ғана бүркіп күтетін боламыз балалар. Көп қиюға болмайды. Кішкентай бүркейміз, сосын кішкене күтеміз. Сол түстеріне қарай топқа бөлінеміз, е? Гүлдің столына барамыз. Ақ гүл ашылса, ақ гүлге келе қойып, қане топқа бөліне қойып балалар. Тұра қойып. Балалар қараймыз. Мына жылтыр қағазға гүлдің сабағын салып аламыз. Жапырағын саламыз. Ішін бояймыз жапырағын жасыл түске. Содан кейін сары гүл салғым келіп тұр. Таяқшамен әдемілеп ішін бояп аламын. Содан кейін балалар осы жылтыр қағаздың бетіне мына таза ақ қағазды былай беттестіремін. Екі қолымызбен басып, содан кейін былай аламыз.
Қараңыздаршы балалар, әдемі гүл шықты ма? Иә. Мен сары гүл салып шықтым, иә балалар? Қандай әдемі. Ендеше кірісеміз балалар. Сіздерге сәттілік. Өте жақсы. Түсі қандай? Айлин гүліңнің? Қандай гүліңнің түсі? Қызыл, өте жақсы, жарайсың. Қандай әдемі гүл. Қандай Дәулет гүлің түсі? Қызыл. Жапырағының түсі қандай? Жасыл. Осы қалдық заттардан балалар міне лайна әдемі гүлдің бейнесін жасаймыз. Гүлдің бейнесі шықты. Бұл гүлдің бейнесін біздер үйімізге іліп қоюымызға болады, иә? Төрімізге әдемі қылып. Ендеше кірсек балалар. Ал, балалар жасап болдық па? Қане көрсете қойыңдаршы апайларыңызға. Қайсы? Қайсы? Қандай бұл? Гүлнараның гүлі қандай әдемі, иә? Өте жақсы түсі қандай Гүлнара? Күлгін. Жапырағының түсі қандай? Жарайсың, керемет. Томирис. Қандай гүлің түсі? Ақ, жапырағының түсі қандай? Жасыл. Өте жақсы, жарайсың, Томирис. Алар, мына жерде жапырақтардың түрлі бейнелері тұр, иә? Сіздер осы жапырақтардың бейнесін тақтайшаға қойып, кинетикалық құммен ішін толтырамыз. Әдемі жапырақ шығады екен. Аламыз. Мына қараңыздар, қандай әдемі жапырақ шықты, иә балалар? Түсіндік па? Ойынның шартын гүлдерді, жапырақтарды әсемдейтін боламыз. Ал, бастайық балалар. Қане балалар, болдық па? Өте жақсы. Жапырағының түсі қандай, София? Қызғылт сары, қандай керемет, жарайсың. Аружан, қандай жапырақ? Түсі қандай? Өте жақсы, жарайсың. Ахмет, сенің жапырағың түсі қандай? Жасыл. Мына гүлдің дәнін алып, дайындаған орнымызға егеміз. Болғаннан кейін таяқшамызбен, арнайы таяқшамызбен дәнді жабамыз. Болғаннан кейін су бүркгішпен су құямыз. Күнде балалар балабақшаға келгенде осылай үйіміздің алдына егетін гүлді күнде баптап күтіп тұратын боламыз. Түсінікті ме? Ендеше балалар барлығымыз кірісейік. Ой, жарайсыңдай, қандай керемет балалар. Бұл үйлерінің алды балалар, алдағы уақытта керемет әдемі болып, үйлерінің алдына гүл шығатын болады. Жарайсыңдар балалар. Балалар, мына алдарыңызда мынау өсімдіктердің үйі деп аталады. Бұл жылыжай деп аталады, иә балалар? Арнайы ыдысына орын дайындап аламыз. Міне қараймыз балалар. Гүлдің қамырымен топыраққа отырғызамыз. Содан кейін салып отырғызамыз. Содан кейін қақпағын жабамыз. Бұл өте қауіпті. Электр қуатымен өседі гүлдер. Сондықтан қауіпсіздік ережесін балалар мықтап сақтаймыз.
электр қуатын ұстауға қолмен болмайды екен. Тоққа жалғаймыз. Көрдіңіздер ме? Гүлдеріміз электр қуаты арқылы жылыны өзіне алып, қатты күн аяздарда тоңмайды екен. Тез әрі жылдам өседі екен. Түсіндік па балалар? Ендеше барлығымыз іс-әрекетке көшейік. Жасап көрейік иә балалар? Тоқты ажыратамын. Біз не деп атаймыз? Жылы жай деп атаймыз. Жылы жай деп атаймыз. Қай мезгілде егеміз? Қыс мезгілінде егеміз. Не себепті қыс мезгілінде егеміз? Гүлдер? Тоңып қалмас үшін егеміз. Өте жақсы. Мына электр қуатымен жылуды тез алып, жылдам әрі тез өсеткен е балалар? Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Балалар, гүлдер туралы тақпақ білеміз бе? Гүлдер гүлдей жайнайды, бақшамызда сәндейді, түрлі түске боялып, көңілімде тербейді. Қызыл сары көп гүлдер ауламызда өседі. Қоқисын аңытып, көңілекті шақырамыз. Балалар, кім жылдам ойын бастайық? Ендеше кірсек. Жылдам. Өте жақсы. Ең бірінші Гүли болды. Гүли айта ғой. Гүлдің ең бірінші несі шығады екен? Тамыры, сосын сабағына не шығады екен? Жапырақ. Содан кейін өте жақсы жарайсың. Сәпуш екінші болды. Ең бірінші не шығады екен? Сәфия? Тамыры. Одан кейін сабағына не шығады екен? Сосын гүл. Гүліңнің түсі қандай? Гүли, сен гүлінің түсі қандай? Кім бірінші болды балалар? Мен. Өте жақсы, жарайсыңдар. Көп рахмет. Әсем гүлдер ашық іс-әрекетіне өте жақсы қатыстыңыздар. Мен сіздерге барлықтарыңызға әдемі гүл шоқтарын тарататын боламын. Керемет қатыстыңыздар, сіздерге көп рахмет балалар. Ендеше балалар, бүгінгі ашық іс-әрекетке қатысқандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар. Қонақтарға барлығымыз сау болыңыздар айтамыз. Ары қарай балалар, біздер серуенге шығайық, жүре қойыңыздар.